Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл үйренушілер? Сіздермен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Кербұлақ аудандық филиалының оқытушысы Абдығапар Гүлзат Нұрдәулетқызы. В1 орта деңгейге арналған сабағымыздың лексикалық тақырыбы өмір сүру салты, грамматикалық тақырып көмекші есімдер. Ең алдымен берілген жаңа сөздермен танысыңыздар. Теледидар, телевизор, үстел, стол, бұрыш, угол, жекеменшік, частная собственность, көпқабатты үй, этажный дом, жиһаз, мебель, жайлы, удобный, комфортный, жайсыз, неудобный, некомфортный, қабырға, стена, үсті, над, іші, в, арты, за, алды, перед, асты, под. Ондай болса, бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Бағдаршам әдісі арқылы берілген сөздерді бағандарға бөліп жазыңыздар. Өздеріңіз байқағандай, бағдаршамның қызыл түсінде қашан, сары түсінде қандай және жасыл түсінде қайда деген сұрақ қойылған. Төменде берілген сөздерді сіздер осы кестеге түсірулеріңіз керек. Ондай болса, бірге орындайық. Қашан, ертең, келесі жылы, жазда, кеше, түстен кейін, бүрсігүні. Қандай, қызыл, үлкен, көк, ақ, ашы, қышқыл. Қайда, ауылға, қалаға, саябаққа, ғимаратта, кеңседе, мұражайда және пәтерде. Сіздер де менің жауабыммен салыстырып, бірге тексеріңіздер. Келесі тапсырма, тиісті етістіктерді қойып, сөйлемді толықтырып жазыңыздар. Етістіктер қайталанбауы тиіс. Үлгі, мен күнде кешке теледидар көремін. Яғни бізде оң жақта берілген етістікте көру етістігі сызылған, яғни көру деген етістікті енді сіздер сөйлемде пайдаланбайсыздар. Келесі берілген 10 сөйлемді де дәл осылай толықтырып, етістіктермен толықтырып аяқтауларыңыз керек. Ондай болса, бірге орындайық, бірге тексерейік. Менің досым көп кітап оқиды, оның анасы тамақты жақсы пісіреді, әкем бос уақытында ән тыңдайды, Аружан досымен бірге біздің үйге келеді, қыста балалар шанамен сырғанайды, нағашымның қызы Америкаға кетеді, сіз қазір дәріханаға барасыз, журнал тілшісі көп қателік жіберді, Дариға кешегі биді қайта биледі. Асылжанның ағасы күнде кешке газет оқиды. Келесі үшінші тапсырма. Диалогты оқыңыз. Сәйкес келетін суретті сәйкестендіріңіз. Сіздерге 3 диалог берілген. Осы диалогтың мағынасына қарай берілген суреттермен сәйкестендіресіздер. Бірге орындайық. Бірінші диалог. Алма. Сенің жатын бөлмен қандай? Менің бөлмем өте кең және жарық. Бөлмемде үлкен үстел, диван, шкаф, компьютер үстелі бар. Терезеде перде ілулі тұр. Екінші диалог. Сіз қандай пәтерде тұрасыз? Мен көп қабатты үйде тұрамын. Үшінші. Мынау сіздің жекеменшік үйіңіз бе? Иә, жекеменшік үйім. Сәйкестендіріп болсаңыздар, менің жауабыммен салыстырыңыздар. Яғни бізде бірінші диалог, ортада тұрған суретпен сәйкес келеді, екінші диалог жоғарыда тұрған бірінші суретпен, және үшінші диалог үшінші суретпен сәйкес келеді екен. Грамматика, көмекші есімдер. Көмекші есім лексикалық мағынасынан айырыла бастаған сөйлемде зат есімдердің жетегінде қолданылып, олардың кеңістікке, уақытқа қатысын білдіретін есім сөздер. Мысалы, түбі, шеті, жаны, маңы, төңірегі сөздері затқа жақын қашықтықты білдірсе, алды, арты, беті, бойы, заттың тараптарына қатысын, арасы, ортасы, заттың ара қатынасындағы кеңістікті, орынды, ал іші заттың өз шеңберіндегі мекенді, басы заттың басталар шегін, және жағы
бағыттық мағынаны береді екен. Есімізден шығармайық. Грамматикаға байланысты тапсырманы бірге орындайық. Өрмекші торына қажетті қосымшаны жалғаңыздар. Үлгіде берілген үйдің маңында. Сіздер де тапсырманы орындап, менің жауабыммен тексеріп көріңіздер. Екі бөлменің ортасында, емхананың қасында, ағамның жанында, кітаптың арасында, қабырғаның тұсында, үстелдің үстінде, көліктің ішінде. Тексердік пе? Ондай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Бесінші тапсырма. Суретке қараңыз. Берілген сөздерді қолданып, бөлмедегі заттардың орналасуын сипаттап беріңіздер. Алды, арты, асты, үсті, жаны, арасы, ортасы, іші, қасы, басы, беті деген көмекші есімдерді пайдалана отырып, суретке қарап сөйлем, яғни шағын мәтін құрастырыңыздар. Мен сіздерге кішкене көмектесіп жіберейін. Бөлменің ішінде диван мен екі кресло тұр. Диван мен креслоның арасында, яғни ортасында кішкене үстел бар. Еденнің бетінде аң терісінен жасалған кішкене кілемше бар. Қабырғаның оң жақ тұсында сурет ілінген. Сіздер де дәл мен сияқты суретке қарап сипаттап берулеріңіз қажет. Келесі 6-шы тапсырма. Берілген мәтінді оқыңыздар. Әлемдегі ең әдемі қалалар. Оңтүстік Америкада орналасқан Рио-де-Жанейро қаласы аумағы бойынша үлкен болмаса да, танымалдығы жоғары. Қаланың екінші аты ғажайып қала. Қала карнавалды дүркіретіп тойлаумен атақты. Ал қаланың символы құтқарушы Христостың мүсіні, әлемнің жаңа жеті кереметтерінің бірі. Токио. Халық тығыздығы жоғары қаланың күнделікті тіршілігі қарбалас. Себебі әлемдегі ең көп жалпы ішкі өнім шығаратын астана. Қаржылық орталық аталған қаланың түнгі көрінісіне көп қаржы жұмсалатыны белгілі. Париж, махаббат қаласы, арман қала. Аталып кеткен қаланың символы Эйфель мұнарасы. Ол халықаралық көрмеге арнайы салынғандықтан, оны 20 жылдан кейін бұзып тастау жоспарланған. Алайда, бүгінде ол тек Париждің емес, Францияның символына айналды. Дубай. Қала екі бөлікке Хор Дубай шығанағымен бөлінген. Біреуі бизнес орталығы болса, екіншісі туризм орталығы ретінде мемлекетке қызмет етеді. Құрметті телеүйренушілер, мәтінде берілген әлемдегі ең әдемі 4 қаланы сіздер оң жақта берілген суреттен көре аласыздар. Яғни бізде бірінші тұрған суретте Рио-де-Жанейро қаласы, ол жердегі құтқарушы Христостың мүсіні. Және екінші Токио қаласының түнгі керемет әсемдігі көрінген. Үшінші Париж қаласындағы Эйфель мұнарасы, төртінші біздің Дубай, атақты Дубай қаласы көрініп тұр, бейнеленген. Енді осы мәтін бойынша дұрыс және қате ақпаратты белгілеңіздер дейді. Бірге отырып берілейік, сіздер менің жауабыммен сәйкестендіріп көріңіздер. Рио-де-Жанейро қаласы оңтүстік Америкада орналасқан. Осы ақпаратпен келісесіздер ме? Дұрыс, себебі Рио-де-Жанейро қаласы оңтүстік Америкада орналасқан. Екінші, Токио қаласында халық тығыздығы төмен. Бұл қате, себебі Токио қаласында халық тығыздығы жоғары. Париж бейбітшілік қаласы аталып кеткен. Бұл да қате, себебі Париж махаббат қаласы. Дубай екі бөлікке бөлінген қала. Бұл дұрыс. Токио әлемдегі ең көп жалпы ішкі өнім шығаратын астана. Бұл да дұрыс. Және соңғы құтқарушы Христостың мүсіні Дубай қаласында орналасқан. Бұл пікір дұрыс емес, ақпарат, себебі құтқарушы Христостың мүсіні Рио-де-Жанейро қаласында орналасқан екен. Сіздер де менің жауабыммен тексеріп көріңіздер.
Келесі тапсырма, өзара пікірлесіңіздер, төмендегі кестелерді толтырыңыздар. Яғни кестеде Алматы Қазақстан мемлекетінің барлық қалалары жазылған. Сіздер енді осы қалалардың аттарын 4 бағанға бөліп көрсетулеріңіз керек. Бірінші баған, мына қалаларда болдым. Яғни қай қалаларда болдыңыз, соны жазып көрсетіңіз. Екінші кесте, бұл қалаларда болмадым. Яғни болмаған қалаларыңызды жазып көрсетесіздер. Үшінші, өмір сүруге қолайлы қала. Қай қаланы өмір сүруге қолайлы деп ойлайсыз, сол ойыңызды жазыңыз. Және өмір сүруге қолайсыз қала. Не себептен өмір сүруге қолайсыз деп жазасыз, соны көрсетіңіз. Келесі тапсырма, сіздерге үйге көмекші есімдермен келген сөйлемдерді тауып қоржынға салыңыз дейді. Бүгінгі сабақта не түсіндіңіздер, грамматикада не түсіндіңіздер, осы тапсырмада көрсетесіздер. Және тағы да тапсырма, егер сізге үлкен қалада тұру мүмкіндігі берілсе, қандай қаланы таңдар едіңіз? Өз таңдауыңыздың себебін жазыңыз. Құрметті тіл үйренушілер, бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.